Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін өте нәзік болып шығатын бауырсақтар дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жылы су, жылы сүт құямыз. Сонан соң тұз саламыз дәміне қарай. Дрожь саламыз. Және сұйық май құямыз. Майонез саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сонан соң үткіштен өткізілген ұн қосамыз. Барлығын осылай араластырып алып, сонан соң қолымыздың көмегімен қамырымызды илеп шығамыз. Қамырымыздың бетіне тағы да сұйық май жағамыз. Тағы да 1-2 рет илеп шығамыз. Сол кезде қамырымыз өте жұмсақ әрі қолға жабыспайтындай болып көтеріледі. Осылай қамырымызды жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Міне менің қамырым дайын, арадан 1 сағат өтті. Қамырымды осылай оқтаудың көмегімен жайып алдым. Сонан соң осындай дөңгелек формада бауырсақтарымды дөңгелетіп алдым. Енді өздеріңіз білесіздер, әр қалай формада жасауға болады. Қызып тұрған майға осылай пісіріп аламыз. Міне осындай өте нәзік, лүпілдеп тұрған бауырсақтар шығады. Жасап көруге кеңес беремін, өте оңай әрі дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға рахмет, жасап көруге кеңес беремін, ас болсын. Менің каналыма жазылып, лүпіл басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.